жүрегі құстың жүрегіндей жандар жаннатқа кіреді деген хадисі бар екен. Аха. Сөйтіп оның астында ғалымдарымыз шарықтапты. Құстың жүрегі деген не сипатқа ие? Соны айтамын. Сол жерде үш ақ сипатты айтқан екен. Біріншісі, құстың жүрегі мейірімге толы дейді. Және аурулардан ада дейді. Аурулардан. Аурулардан ада дейді. Яғни көреалмаушылық, дұшпандық, жек көру, бір-бірінен жоғары санау, бір-бірін тәкаппарлық, менмендік деген сияқты аурулардан таза дейді. Бірінші сипаты. Екінші сипаты дейді, қорқақ сақ дейді. Құс шынымен де сондай ғой. Қорқақ сақ. Күнәдан қорқады дейді. Күнәдан сақ дейді, Алладан қорқады дейді. Екінші сипаты дейді. Түсінікті болады ғой? Күнәдан сақ, Алладан қорқады дейді. Үшінші сипаты осыны айтады ме? Тәуекелшіл дейді құстың жүрегі ше. Қолы жоқ дейді, бірдеңені ұстайтындай. Аяғы жоқ дейді, салмақ бір көтеретіндей дейді, андай бір ауыр салмақтар. Бірақ таңертең жемсауы аш болып шығады дейді, кешке жемсауы тол боралады дейді. Онымен қоса өзінің балаларын да ризықтандырады. Тұрақты жұмысы жоқ, жалақысы жоқ. Аздан кешке дейін. Осы үш сипатқа ие жүрек, ол жаннатта деп айтқан екен пайғамбарымыз.